Сәлем достар. Бүгін бізде қалаға қайтардың алдындағы күн. Ертең біз Айто екеуміз қалаға қайтамыз. Және де сондықтан біздің жеңгеміз, ауылда тұратын жеңгеміз бізді тауға шығарайын деді. Сондықтан өзінің екі қызы бар, және де Тамирес, мен, Айто, және де тағы да біздің екі нағашымыз бар. Бәріміз қыз болып, сөйтіп шығайын деп жатырмыз. Сондықтан бүгін менде влог болады. Тауы енді табиғаты өте әдемі. Сондықтан сіздерге көрсетуге тырысатын боламын. Менімен соңына дейін болыңыздар. Бізде дала аздап суық болып тұр, сондықтан біз қалың киінуіміз керек. Мен міне осындай трикомен жүрмін. Мен ішіне киіп, тағы да сыртынан осындай трико киініп отырмын, өйткені тау ауылдан да суық болады. Достар, мен енді қараңыздар. Мен ішінен осындай футболка кидім. Одан кейін тағы да футболка. Одан кейін осындай свитер. Және де мынаның ішінде міне осындай сым. Тағы да сым кидім. Енді мен аздап кішкене томпақ болып қалдым. Но зато жылы жүру керек. Және де мен қазір шашымды шешіп тастадым. Сондықтан мен қазір қыздарға шашымды өргіздіртіп аламын. Бересің, енді естіп отырсың міне. Міне достар, мен шашымды үстіп істеп алдым. Достар, біз міне бәріміз осындай машинаға, арт жағында 3 орындық бар. Аяғында балалар отырды, аяғында 4 қыз. Біз 3 қызбен артында отырмыз, үстімізде отырмыз артында. Айтпесе қысылып қалдым. Отына мен. Қазір магазинге түсейік деп отырмыз. Ана нелер. Орындықты жаттыз орындық. Оппана. Так, не аламын. Не бар? Супермаркет. Біз мынандай осындай чипсіге алып жатырмыз. Мынандай писек алу керек. Мынаны ішер алсыңдар ма? Эй, қыздар, ашемізді. Алсаңдар болды онда, давайте. Чемішке алдыңдар ма? Жоқ. Алды ғой, алды. Кішкентай. Ой, качественный ма? Қазір емес, ане қалап кетті. Çok suda bile çok ilus gerek çok tam çok bu gideri çözsüz çok Тоқаш әкеп берді. Ыстық тоқаш, достар. Бәрі бір-бірі? Ана кімдерге берсіңдер? Вот қыздар. Маған үлкен беріңдер. Ой, үлкен ма? Бір-бірден. Ака. Ооо, ыстық. Медушқа да беріңдер, Достар, біз мынандай балшық жерге тұрып қалдық. Енді артынан жүру керек. Аяқта біз тағы
тас қойып жатырмыз, ағаш қойып жатырмыз, уже бәріміз шықтық. Давай. Давай, тоқа делай. Солай ұзыннан қойып көрсін. Ал енді жүріңіз артқа. Давай. Ұстап тұру керек па? Ерекші. Менің аяғым осындай су болып кетті, кір. Ана батпақ балшық. Ашыққа барып көрейік. Достар, бізде сәтсіз оқиға болып қалып, біз бәріміз қазір қызар болып жолға шықтық, машина жүрмей қойды құрысында. Енді осы коттедж жаққа бара жатырмыз, өйтін машиналар жүрсе, адамдар жүрсе, олардан сұрап машиналармен тартуды сұрайтын боламыз қазір. Енді ол жерге жету үшін әлі көп. Яқты ешбір адам жоқ. Тек қана малдар және біз. Достар, біз машина іздеп кетіп бара жатырмыз. Біздің алдымызда екі қыз кетіп бара жатыр. Мен жақта блог жүргізе алмаймын да. Мына жерден біз көлеңке тауып тоқтап 5 минут отырмыз енді. Где-то қанша минут болды жүргенімізге? Где-то 15-20 минутта жүрдік. Алда әрі талай жол бар. Мына шашаның астында отырмыз. Құдай. Достар, бізге коттедж көрініп жатыр, міне. Сіздерге көрініп тұр ма, білмеймін. Яқта міне үйлер тұр. Міне достар, біз жеттік. Бірақ мына яқта варата тұр. Қалай көреміз енді. Так, миссия. Бұл анда машина жоқ қой. Мото немене сөйлейді. Енді қайтып ашамыз? Açık тұр екен аяқ. Кірдік ал. Машина жоқ енді. Достар, біздің өкінішімізге орай бұл жерде машина жоқ. Машина жоқ, нақта обычно әшейінде бұл жерде осындай туристер келіп жүрген демалушылар көп болады екен, бірақ дәл бүгін жоқ болып, ешқандай машина да жоқ, туристер де жоқ, мүлде машина жоқ. Нақта қыздардан кезедегі сұрап су ішіп отырмыз. Берешесің ба? Иә. Ой, рахмет. Міне достар, өте әдемі жер енді, нақта бәрін жасатып қойған адамдар үшін. Үйлері де, нақта жылқылар жүр, табиғат енді өте әдемі. Енді қазір бір тәте келді, бізге жарайды тауып берейік қазір, атпен болсын да деп. Атпен енді барамыз ба деп отырмыз. Бір тал аға бар екен. Ағаға көмек сұрадық, енді бұл аға атпен кетіп бара жатыр. Енді мына қыздардан құрт сұрап, бізде артынан кетейік деп отырмыз. Қыздар, если что, мен блогермін. Бұл блогер. Ютубта жүз сондай. Мынаяқтан қыздар бәрі келді, қайтадан біз жаққа. Енді үлкен Жансай тәте мен балаларды күтіп отырмыз. Кепсе жеп. Міне достар, біз бәріміз мынаяқтан отырмыз енді. Жансай тәтені күтіп. Және де бізді администраторлар қуып шықты. Сендерге кіруге болмайды, ақшасын төлеулерің керек деп. Достар, біз мынаяқта қыздармен машинаның ішінде отырмыз, өйткені уже далада күн қатты суып кетті. Жансай тәте болса мынаяққа жол іздеп кетіп қалды. Біздің батқанымызға уже
Сағат 8 болыпты, достар. Ал біз сағат 1:30-да баттық. 1:30-да баттық, 8-ге дейін өстіп жүрміз енді. Бұл уақытта біз қайта ауылға келіп алып уже отыратын едік. Топқа шығайын. Достар, біздің аяқта туысқанымыз келіп. Достар, мой выжили. Аяқта біздің туысқанымыз келіп енді көмектесейін деп жатыр. Ауылдан звондаттық. Ауылдан енді келіп жатыр. Енді мына жүктен баяғы қазір істейтін болады. Сағат 8:30-дан кетіп қалды. Достар, біз міне осы машинаға манистердарымыз отырдық. Енді жолға шығып бара жатырмыз. Менің зарядкам где-то 5% қана қалды, сондықтан екеу жеткен соң бірақ түсіретін боламын. Ладно, қалдық. Достар, бүгін уже таңертең атты, кеше бізде жаңағы көмектескен біздің туысқан ағамызда тоже машинасы сынып қалды, дөңгелегі өстіп түсіп қалды, тағы да бір жерлері сынып қалды. Біз сояқта где-то 5-10 минут тұрдық, одан тағы да көмекке сол өзіміздің осы ауылдағы адамдарды шақырдық. Одан өзіміз қыздар болып кетіп қалдық. Аман-есен келдік, тәтенің үйінде қыздар бәріміз тамақ ішіп отырдық, және де қайтадан өзіміздің үйімізге келдік, апамның үйіне. Ұйқыға кеттік. Міне таң атты, шайымызды ішіп болдық, және де бүгін мен қалаға кететін боламын. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.